Ақтауда такси бағасына көңіліңіз тола ма? Жұрт не дейді екен? Бірге сұрап білейік. Маңғыстау медиадан журналист Жұлдыз, сізге сауал жолдасақ, Ақтауда такси бағасына көңіліңіз тола ма? Жалпы көңілім толады. Почему нет? Газдың бағасы өсіп отыр. 400-500 теңге емес па? Бірақ индрайвер нелерді жалпы не істеу керек? Қарау керек. Оларда бағалар енді завышены. Жалпы. И сол инвалидный нелер керек, таксилер керек біздерге. А то инвалидтер жүреді жолдың бойында такси ұстап. Олай болмайды. Инвалидтерге көңіл бөлу керек жалпы. Конечно, толмайды. Біздер асығыз. Қымбат айтады. Ақшаны қазып алып жатқан жоқпыз ғой. Біз де солар сияқты өмір сүріп жатырмыз. Таксистерден артық өмір сүрмейміз. Арзан айтса болады ғой. 500-ден нормально, көңілге толатын. 500-ден де қымбат айтады. Толмайды. Не себепті толмайды? Баға тұрақты ма? Қымбат. Тұрақты емес, қымбат. Средний негізінде. Баяғы мысалы 500-ге спокойно баратын еді, қазір 600-700 дейді. Болды. Нормально. Нормально. Таксимен жүре қоймаймын. Нормально, иә. Қандай бағамен барып жүрсіз қазір? 500-600. Көңіліңіз толады, иә? Нормально, иә. Сіздің ойыңызша? Білмеймін, жақсы. Иә. Болады. Орташа баға сіздің ойыңызша? Орташа ма? 400-500. Ақтауда такси бағасына көңіліңіз тола ма? Ақтауда көмеспін. Жалпы? Иә, нормально. Қатты қымбат емес. Иә, болады. Саламатсыз ба, сізге сұрақ қойсақ? Ақтауда такси бағасына көңіліңіз тола ма? Көңіліңіз тола ма? Иә, қымбат па сіздің ойыңызша, қазір арзан ба? Енді нормально. 500 теңге нормально болады. Жиі қатынайсыз ба таксимен? Жоқ. Мынау такси. Қолжетімді. Енді көшеден ұстасаң 500, а былайша үйге индрайвер шақырсаң 600, 700 баратын жеріңе байланысты. Яндекс былайша пробка болғанда қымбаттау болып кетеді, а былайша арзан Яндексіміз. Таксимен жүрмеймін онша. Негізі 500 ғой, 500 ол. Білмеймін енді, нормально сияқты. Такси бағасына ма? Иә. Толады, иә. Орташа баға Орташа баға 500. тола ма? Мен білмеймін, таксиге мінбейді екен. Мінбейді екен таксиге. Рахмет, апа. Ақтауда жалпы таксиден 500-ден жоғары сұрайды ғой, негізі қымбат қой. Бұрын 300-400-ге жақын жерге бір екі светофордан асқа бара беретін еді. Қазір бір светофордан асып кетсе уже 500 сұрайды. Енді әркімнің қалтасына байланысты ғой. Біреуде енді 80 мың зарплата алады, біреу 150 алады, біреу 300 алады. Сіздің қалта не дейді? Енді жұмысқа байланысты ғой, әркімнің жағдайына байланысты. Сол қалтасына қарап көтеріп. Сіздің ойыңызша орташа баға қанша болуы керек? 500 ғой, енді сол.